Бұл органайзеріміздің екінші бөлімі. Міне бірінші бөлшекті тігіп алдық. Енді екінші бөлікті 40-10-ның 8 см арасы 5 бөлікке бөлдік. Мынаның соңғысын бірінші сызыққа тігеміз. 1 см асырып, артқы жағын тура сызықтың бойымен қоямыз. Қыстырғышпен қыстырып аламыз. Тура келу керек. Басында закрепка жасаймыз және соңында жасаймыз. Астын қарап аламыз түзу тұрғанын. Енді екіншісін екінші сызыққа тура солай 1 см асырып сызықтан артқы жақтың тура сызықтың бойымен келтіріп аламыз. Үшінші бөлшекті тура осылай үшінші сызыққа тігеміз. Төртінші бөлікті төртінші сызыққа тігеміз. Мінекей дайын болды. Енді 40-10 деген бөлшектің тек бір жағын бағана сызып қойғанбыз. Арасы 8 см-дан. Енді біріншісін бірінші сызыққа, екіншісін екінші сызыққа, үшіншісін үшінші, төртіншісін төртінші сызыққа тігіп шығамыз. Тек бұл жерде айырмашылық, артына бөлшек тікпейміз. Закрепка жасаймыз және соңында жасаймыз. Бірінші бөлшекті тіктік. Біз уже қабырғасын жинап жатырмыз. Екінші сызыққа екінші бөлшекті тігеміз. Үшінші бөлшекті үшінші сызықтан 1 см асырып тігеміз. Барлық бөлшекті сызықтан асырып тігуді ұмытпаймыз. Бір жақ қабырғасын жинадық. Енді екінші қабырғасын тура осылай сызып дайындап қойғанбыз бір жағын. Енді біріншісін біріншіге, екіншісін екінші сызық. Осылай кезекпен тура жаңағыдай тігіп шығамыз. 1 см асырып, сызықтың бойымен тігіп шығамыз. Мінекей екі қабырғасын жинадық. Енді ені жағын жинаймыз. Ол үшін 24 сантиметрді 8 сантиметр арасы
3 бөлшекке бөліп аламыз. Тек бір жағын ғана бөлеміз. Енді ортаңғы 2 бөлшек, бірінші бөлшекке тиіспейміз. Ортаңғы 2 бөлшекті 2 сызыққа тігіп шығамыз. Тура жаңағыдай 1 сантиметр асырып тігеміз. Екі бөлшекті тіктік. Енді 2 қабырғасын сырт жағынан жүргізіп шығамыз. Тура осылай екінші жағында тігіп шығамыз. Ортаңғы 2 бөлшекті 2 сызыққа тігеміз. Екі қабырғасын сырт жағынан жүргізіп шығамыз. Енді осы 4 қабырғасын тігісіміз көрінбеу үшін спанбонд, лента, косая бика сізде қандай бар, сонымен осылай жауып шығамыз. Енді бізде астыңғы бөлік қана қалды. Осылай үстіне орналастырып, 4 бұрышынан қыстырғыштармен белгілеп аламыз. Ең алдымен 2 ұзындығы бойынша 2 шетін тігіп шығамыз. Бас жағында закрепка жасауды ұмытпаймыз. Қарайтын болсақ, біздің ортасындағы бөлшектеріміз 8 см, ал органайзердің биіктігі 10 см. 2 см тимей тұрады.
себебі сыртынан тіккен кезде ортасындағы бөлшектер қисайып кетпеуі үшін солай қысқа аламыз. Енді екі шетін тура осылай шетінен жүргізіп шығамыз. Басында закрепка жасаймыз. Енді осы тігістеріміз көрінбеу үшін тағы да спанбондпен жауып шығамыз. Міне біздің органайзерларымыз дайын болды. Үй жағдайында осылай өздеріңізге тігіп алуға болады әртүрлі размерде. Сәттілік қыздар!